Тыныштық. Тыныштық стресстен құтқаратын, миыңды тазалайтын тамаша дүние. Тыныштық кезінде мен көбіне медитация, құлшылық, ойлану, терең тыныс алу, алғыс айту секілді істермен айналысамын. Bir таңда біреуін ғана істеймін. Медитация. Медитация туралы жазылған кітап та мақалалар да көп болғанын қатты тереңдемей-ақ қояйын. Бірақ ғылымдар медитацияның кейде дәріден де жақсы емдейтінін айтып отыр. Тұрақты медитация зат алмасуды жақсартады. Қан қысымын реттеп, мидың жұмысын жақсартады. Жұлдыздар түрлі жетістікке жеткен адамдардың барлығы тұрақты медитация жасайды. Ғажайып таң аясында жасалатын медитация туралы айтып берейін. Медитацияға кіріспес бұрын психологиялық тұрғыда жақсылап дайындалып алу керек. Тыныш, ыңғайлы жер табыңыз. Диван, орындыққа отыруыңызға болады. Бастысы өзіңізге қолайлы болуы керек. Аяғыңызды айқастырып отырыңыз. Көзіңізді жұмуға да, полға қарап отыруға да болады. Тыныс алуыңызға ерекше мән беріңіз. Ақырын тыныстаңыз. Ауаны мұрынмен алып, ауызбен шығарып тастаңыз. Ауаның кеудеңізге ғана емес, ішіңізге жетуін қадағалаңыз. Бұл уақытта көңіліңізді түсіретін нәрселерді ойланудан аулақ болыңыз. Жай ғана терең тыныстаңыз, сол сәттен ләззат алыңыз. Тыныштықта болу тек медитацияны білдірмейді. Сіз сол сияқты құлшылық жасап, Құдайға ризашылық білдіріп, не болмаса жай ғана үнсіз отыра аласыз. 1 минут, 5 минуттан бастап уақытын ұзарта беріңіз. Аффирмациялар. Өз аффирмацияларыңызды құрудың 5 жолы. Мұхаммед Али «Я величайший на все времена» дегенді жиі қайталайтын. Ол шынымен ұлы адамға айналды. Аффирмациялар адамның мақсатына тезірек жетуде көмектесетін тамаша құрал. Дұрыс ойлау, дұрыс аффирмациялар айтып жүру талай танымал адамның өмірін өзгерткені анық. Өмірден шын мәнінде не қалайтыныңызды анықтаңыз. Денсаулық, қарым-қатынас, қаржы, рухани, неліктен бұны қалайсыз? Қалағаныңызға қол жеткізу үшін қандай адам болуыңыз керек? Қалағаныңызға қол жеткізу үшін не істеуіңіз керек? Мысалы, сіздің арманыңыз арықтау. Онда сіз аптасына 5 рет спортзалға барып, күніне 20 минуттан жүгіремін деуіңіз керек. Аффирмацияңыз осы. Аффирмацияға шабыттандыратын цитаталар мен философиялық ойлар қосыңыз. Аффирмацияларыңыз орындалсын десеңіз, автоматты түрде емес, эмоция мен сезіммен қайталаңыз және күнделікті оқыңыз. Визуализация. Визуализацияны көбіне кәсіби спортшылар қолданады екен. Олар өздеріне қалаған нәтижеге қол жеткізгендерін елестетеді. Тек спортшылар ғана емес, өзге де жетістікке жеткен адамдар өз жетістіктерінің құпиясы ретінде визуализацияны айтады. Уилл Смит проблемаға кездессе өзінің жетістікке жеткенін Билл Гейтс, Арнольд Шварценеггер, Энтони Роббинс, Уилл Смит, Джим Керри визуализацияны қолданған. Уилл Смит проблемаға кездессе өзінің жетістікке жеткен сәтін елестете береді екен. Ал Джим Керри 1987 жылы өзіне $10 миллион чегін жазып, соны алып жатқан сәтін елестете береді екен. Ал 1994 жылы «Тупой и еще тупее» фильмі үшін оған расымен $10 миллион төленген. Сондықтан аффирмациядан кейін бірден визуализация жасаңыз, яғни айтқаныңызды елестетіңіз. Дайындалыңыз. Кей адамдар визуализация жасағанда музыка қойып қойғанды жақсы көреді. Сіз де сол қатардан болсаңыз, музыкаңызды қосып, жайлы жайғасыңыз. Терең дем алып, көзіңізді жұмыңыз. Шын мәнінде қайталанатын нәрселердің суретін қиялыңызда салыңыз. Ең асыл армандарыңыз бен мақсаттарыңыздың орындалған сәтін елестетіңіз. Сол сәтті сезінуге тырысыңыз, мүмкіндігінше анығырақ елестетіңіз. Кім болғыңыз келетінін, ол үшін не керек екенін елестетіңіз. Армандар тақтасын жасаңыз. Физикалық жаттығулар. Таңғы жаттығу күніңіздің бастауы болуы тиіс. Бұл тәніміздің оянуына, күні бойы өзін сергек сезінуіне әсер етеді. Спортзалға жазылуыңызға немесе таңертең жүгіруге, болмаса үйде жаттығуыңызға болады. Оқу. Мен сіздерге күніне кемінде 10 бет кітап оқуға кеңес беремін.
Бұл көп уақытты да алмайды, күніне 15-20 минутыңыз кетер. Егер сіз қағиданы ұстансаңыз, жылына 3650 бет оқисыз деген сөз. Бұл орта есеппен 18 кітап. Жылына өз салаңызда 18 кітап оқысаңыз, мақсатыңызға жақындай түспейсіз бе? Кітап бастардан бұрын дәл осы кітапты не үшін оқитыныңызды, қандай нәтиже алғыңыз келетінін дұрыстап ойланып алыңыз. Көптеген адамдар діни білімін арттыру үшін таңғы уақытта Інжіл, Таурат, Құран секілді кітаптарды оқиды. Кітаптағы қызық, өзіңізге пайдалы болады деген ойларды сызып, белгілеп алып қойыңыз. Жеке тұлғалық дамуға қатысты кітаптарды оқуға кеңес беремін. Күнделік жазу. Күнделіктің форматын таңдаңыз. Дәстүрлі немесе сандық. Дәстүрлі дегеніміз кәдімгі дәптерге жазу, сандық смартфонда, компьютерде немесе планшетте жүзеге асады. Дәстүрлі форманы таңдасаңыз, кез келген жазуға ыңғайлы дәптерді бастауға болады. Күнделікті қалай жүргізетініңізді, қалай толтыратыныңызды анықтап алыңыз. Алғыс айту, жаңа идеялар жазу, жоспар, мақсаттар жазу. Ғажайып таң кестесі. 60 минут, тыныштық 5 минут, аффирмация 5 минут, визуализация 5 минут, физикалық жаттығулар 20 минут, кітап оқу 20 минут, жазу 5 минут. Ғажайып таңды өмірімізге қалай енгіземіз? Ояна сала бастай беріңіз. Мүмкін алғашында ойланғаныңыздай ерте тұрмауыңыз мүмкін ғой. Қаншада оянсаңыз, сол кезде бастаңыз. Таңғы ас ғажайып таңнан кейін болғаны жөн. Яғни жоғарыда айтылған бөлікті істеп болған соң ғана тамақтаныңыз. 30 күндік ғажайып таң программасы. Тапсырмалар дайындап алу, жаттығулар, аффирмациялар. Ғажайып таңды ертеңге жоспарлаңыз. Тапсырмаларды орындап шығыңыз. Сізден есеп алып тұратын партнер табыңыз.